Sahabalar surap kaldı. Жылқыныкычы dedi. Attın zeketiçi dedi ya Resulallah. Kança? Жана тебелейби деген суроо берди. Пайгамбарыбыз айтты, аттан зекет деп айткан жок. Бербей койсо тебелейт деп айткан жок. Жылкы жаныбар өзүнүн кожоюнун тебелебейт экен. Тебелебейт экен. Не кылат экен анан? Пайгамбарыбыз айтты, "Эл-хайлу саласатун." Жылкы үчкө бөлүнөт dedi. Визрун күнөө, сидрун карда, ажрун сооп. Жылкы үч түргө бөлүнөт экен туугандар. Биринчиси күнөө болот экен, эгерде текеберлик менен, башкаларды басмырлоо менен, эгерде жылкы бага турган болсо, бул күнөө эле болот экен. Экинчи ситир деп бул парда дейт. Бул кандай? Жылкыны багып атасыз, буга сарптап атасыз, расход кылып атасыз, жем, чөп, суу карап атасыз. Эгерде ушу карап аткан адам бирөөгө мингизип койсо, бирөө сураганда берип турса жылкысын, анда парда болот экен. Bu dünyadan çakırçılıktan parda, ahirette dozoktun otunan parda deyip. Anda soğuğun uğuvalımız, anda soğuğun uğuvalımız, anda her bir dam, cemge, her bir çöpke, her bir tamçı susuna sizge soğup yazılat eken tuğan. Bunu Peygamberimiz aytatan, şu çılkının, özünün, bırak ki tezeği dağı, zarası dağı, çılkı bakkan kişinin, kıyamet günü tarazasına koyup tartılat eken tuğanlar. Jana her bir baskanına kojoyunduk günösü geçirilet eken, daracası götürület eken. Allah Teala birden soğuk beret eken. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytat, жылкыга сарптаган бул садака бергенге тең дейт. Жылкыга сарптаган siz çöp beresiz, cem beresiz. Жүрөгүңүздөн, чын жүрөктөн бериңиz, чын жүрөктөн багыңыз. Құда қаласа бұл сізге жақшылық алып келеді. Пайғамбарымыз айтады, жылқыға сарптаған қолын садақа үшін ашып тұрып, қайра жаппай қойған дейді. Ушуға сияқты дейді мынаке. Пайғамбарымыз айтқан, әл-хайл мақудун фи наваси әл-хайр иле яумин қияма. Жылқының пешенесіне қиямат күнге шейін Алла Таала жақшылықты басып қойған дейді. Игілікті басып қойған, жеңішті басып қойған.